Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған интернет арқылы дым істемей ойын ойнап ақша табуға болатын телеграм бот көрсеткім келіп отыр. Жалпы менің видеоларымның комментарийларына көп адамдар ойын ойнау арқылы ақша табуға болатын сайттар көрсет дегеннен кейін мен саған бүгін осындай видео жазып бергім келіп отыр. Егер де саған қазір көрсетейін деп отырған телеграм ботым қызық болса, міндетті түрде осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен бүгінгі көрсеткім келгені міне мынандай телеграм бот. Бұл телеграм боттың ссылкасын мен телеграм каналыма пост қылып шығарам. Сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдырам. Яғни осы видеоның описаниясына қалдырам. Енді бұл бот арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл ботта балансыңды толтырасың. Балансыңды толтырып, бұл бот арқылы мотоцикл қыздар сатып аласың. Олар алтын жинайды. Сосын сол алтынды шын ақшаға айналдырып шығарып алуымызға болады. Яғни ештеңе жасамай ойын ойнап ақша табуымызға болады. Енді бұл ботта балансыңды толтыру үшін мына жерде личный кабинет дегеннің үстіне басасың. Мына жерде пополнить дегенді басасың. Бұл ботта балансыңды PR арқылы толтыруға болады. Мен өз басым бұл ботта балансымды PR арқылы толтырдым. Енді бұл ботта балансыңды егер де сен PR арқылы толтырғың келетін болса, мына жерде тұрған PR счетты копировать етіп аласың. Мына ботта балансыңды қанша ақшаға толтырғың келеді, суммаңды жазасың. Сосын переводтың комментарийына, яғни төлемнің комментарийына өзіңде тұрған мына жердегі L-дан басталатын цифрларды жазасың, ақшаңды жібересің. Сосын бұл ботқа келесің, мына жерде «Я оплатил» деген кнопканың үстінен басасың, жіберген ақшаң мына боттағы балансыңа автомат түрде түседі. Енді сен бұл ботта балансыңды банк карточкамен толтыруға болады, Perfect Moneyмен толтыруға болады, сосын криптовалютамен толтыруға болады. Егер де сол жолдармен толтырғың келетін болса, мына жерде Free Kassa дегенді басасың, өзіңе керекті жолыңды таңдайсың, бұл ботта балансыңды толтырасың. Енді бұл ботта балансыңды егер де сен Kiwi-мен толтырғың келетін болса, бұл боттың администраторына жазасың, бұл ботта балансымды Kiwi-мен толтырайын деп едім деп. Орысша бірақ. Бұл ботта балансыңды толтыру жағы міне осындай. Балансыңды толтыру жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл бот арқылы мотоцикл қыздар сатып алу үшін. Мына жерде магазин деген кнопканың үстінен басасың. Тағы да мына жерде магазин деген кнопканың үстінен басасың. Егер де мотоцикл сатып алғың келетін болса, мына жерде байки дегенді басасың. Қыздар сатып алғың келетін болса, девушки деген кнопканың үстінен басасың. Енді бұл жерде 12 мотоцикл бар, сосын 12 қыз бар. Сосын бұл жерде сразу 12-ші мотоциклды немесе 12-ші қызды сатып алуыңа болмайды. Мотоциклдерде де қыздарды да кезек-кезек сатып аласың. Сосын бұл жерде 12 мотоциклдың әрқайсысынан 10-10-нан 20-20-дан немесе одан да көп-көптен сатып алуыңа болады. Қыздарды да сөйтуіңе болады. Енді бұл жерде бірінші тұрған мотоциклдың бағасы 1 рубль. Бұл мотоцикл біздерге 1 сағат сайын 1 алтын табады. 24 сағат сайын 24 алтын табады. Бұл мотоцикл сатып алу үшін мына жерде купить за 1 рубль дегенді басасың, сол кезде мотоциклды сатып аласың. Екінші мотоцикл сатып алу үшін мына жерде екінші номерді таңдайсың. Көріп отырғаныңдай бұл мотоциклдың бағасы 2 рубль. Бұл мотоцикл біздерге 1 сағат сайын 2 алтын табады. 24 сағат сайын уже 48 алтын табады. Яғни түсініп отырғаныңдай ары қарай кете береді. Мотоцикл қымбаттаған сайын мотоциклдің табатын алтыны да көп болады. Бұл боттағы мотоциклдар мен қыздарды осылай сатып аласың. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді сатып алған мотоциклдарың мен қыздарыңның жинаған алтындарын жинау үшін мына жерде тағы да магазин дегеннің үстінен басасың. Мотоциклдарыңның жинаған алтындарын жинау үшін мои байки дегеннің үстінен басасың. Қыздарыңның жинаған алтындарын жинау үшін мои девушки дегеннің үстінен басасың. Мысалы үшін мои байки. Менің мотоциклдарым мынандай алтын жинаған. Алтындарды жинау үшін собрать дегеннің үстінен басам. Көріп отырғаныңдай бұл жерде
мотоциклдарымның жинаған алтындарында, қыздарымның жинаған алтындарында сразу жинады. Енді мына жерде окей дегенді басам. Енді жинаған алтындарымды ақшаға айналдыру үшін мына жерде база дегеннің үстінен басам. 2000 алтын 1 рубль екен. Алтындарымның бәрі мына жерде тұрады. Алтындарымды рубльге айналдыру үшін мына жерде обменять дегенді басам. Сосын бұл жерде минималка 2000 алтын. Яғни 2000 алтын жинауың керек, содан кейін ғана рубльге айналдыруыңа болады жинаған алтындарыңды. Мен мына жерде қазір обменять дегенді басатын болсам, ошибка шығады. Көріп отырғандай міне минимальная сумма обмена 2000 деп тұр. Яғни минимальный 2000 алтын жинауымыз керек. Түсінгеніңдей, мына бот арқылы қаншалықты көп мотоцикл, қаншалықты көп қыз сатып алатын болсаң, соншалықты көп алтын жинауың болады. Яғни дым істемей көп ақша табуыңа болады. Мен өз басым бұл бот арқылы 9 мотоцикл сатып алдым, 4 қыз сатып алдым. Міне көріп отырғаныңдай, бірінші мотоциклдің біреуі бар менде, екінші мотоциклдің біреуі бар, міне 1x деген біреу деген сөз. Сразу 9-шы мотоциклді көрсетіп жатыр мына жерде. Көріп отырғандай бір мотоцикл бар. Уже бір алтын жинады. 4 қыз бар, көрсетіп жіберем сразу. Бірінші қыздың бағасы бұл жерде 13 рубль. Бірінші қыз біздерге 1 сағат сайын 13 алтын жинайды. 24 сағат сайын 312 алтын жинайды. Екінші қыздың бағасы 14 рубль. 1 сағат сайын 14 алтын жинайды. 24 сағаттың ішінде міне мынандай алтын жинайды. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл бот арқылы тапқан ақшаңды шығарып алу үшін мына жерде личный кабинет дегеннің үстінен басасың. Вывести дегенді басасың. Бұл бот арқылы тапқан ақшаңды минимально 25 рубль болған кезде Kiwi кошелегіңе, сосын PR кошелегіңе шығарып алуың болады. Сосын бұл жерде вывести деген кнопканы ең бірінші рет басқан кезде бұл бот саған SMS жібереді. SMS-тің ішінде мына боттың Telegram каналы болады. Сол Telegram каналына жазыласың, содан кейін ғана бұл бот арқылы тапқан ақшаңды шығарып алуыңа болады. Енді бұл бот ақша төлеп тұрма, төлеп тұрған жоқ па, соны біліп отыру үшін мына жерде обате деген кнопканың үстінен басасың. Мына жерде пополнение и выводы деген кнопканың үстінен басамыз. Сол кезде мына боттың Телеграмдағы каналына барамыз. Бүгін 20 февраль. Көріп отырғаныңдай, бір адам бүгін мынандай ақша шығарыпты Kiwi кошелегіне. Яғни 26 рубль ақша шығарған Kiwi кошелегіне. Мынандай адам мынандай ақша шығарған 52 рубль 29 копейка шығарыпты Kiwi кошелегіне. Тағы бір адам 25 рубль ақша шығарыпты Kiwi кошелегіне. Тіпті бір адам көріп отырғандай 86 рубль ақша шығарған Kiwi кошелегіне. Тағы да бір адам 98 рубль ақша шығарған. Бір адам бұл ботта балансын PR арқылы 5 рубльге толтырыпты. 28 рубль шығарған, 81 рубль шығарған, көріп отырғаныңдай. Бүгінгі менің саған көрсеткім келгені міне осындай керемет Telegram бот. Жаңағы айтқандай бұл Telegram бот арқылы ақша табу үшін ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Бұл Telegram бот арқылы ақша табу үшін тек қана мотоцикл сатып аласың, қыздар сатып аласың, олар алтын жинайды, ал сен болсаң ештеңе жасамай ақша табасың. Сосын бұл боттың реферальный программасы бар, яғни бұл ботқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Бұл бот реферальный программасы бойынша 7% ақша төлейді. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.